Армысың қазақ. Мына біздің даламызда дінше, діндарлар көбейіп кетті. Солар ешқандай дәлелсіз мына біз сенетін тәңір дін ілімін жамандай береді. Таңғалады. Олар тәңір дін ілімінің қазақ мәдениетінің, қазақ дүниетанымының үлкен бір саласы екенін ұғатын ойында да жоқ. Бірақ қанша жерден жамандаса да қазақтың жүрегінен жұлып ала алмайтынын олар әлі білмейді. Ол құдіретті сала. Неге оны ұқпайды? Басам да айтайын. Тәңір дінін мен неге қабылдадым? Маған неге ұнайды? Себебі ол қазақты Құдайменен қазақ тілінде тіл қатыстырады. Оның үстіне оның ұстандары мен заңдылықтарының барлығы қазақ сөздерімен құнтталған, көркемделген. Міне бұл діннің сұңғылалығы қайда? Қалай мен оны мойындамауым керек? Егер мен Тәңірлі Құдаймен қазақ тілінде тіл қатысатын болсам. Оның үстіне тәңір дін ілімі қазақты Құдайдың бар екенін ақиқаттатады қазаққа. Дүниені соның жаратқанына күмән келтірмей, жалынып жалбарындырады, нанып сендіреді, санасын сабырға шақырып отырған діни ілімі атандырады. Ол әлі жоғалған жоқ, ешқашан жоғалмайды. Қазақ барда жоғалуы мүмкін емес. Осы айтқаныма дәлел, мына иман исламның өкілдерінің барлығы тәңір іліміне тиесілі рәсімдердің барлығының басына қатысып, фидия алып, нәпақа тауып жүр. Оның үстіне тәңірге тиесілі діни терминдерді пайдаланып, уағыз айтып, ислам дінін қазақтың жүрегіне егуге тырысып жүр. Оны қойшы, жаңағы имамдар бізге, тәңіршілерге, сенің тәңір дінің дін болу үшін мынандай элементтер болу керек деп, тәңір іліміне тиесілі терминдерді айта бастайды. Құдайың бар ма? Періштең бар ма? Пайғамбарың бар ма? Мұсылманлығың бар ма? Намазың бар ма? Жаназың бар ма? Тозағың бар ма? Жұмағың бар ма? Құрбандық деген бар ма сендерде? Ораза ұстайсыңдар ма сендер? Айт, және тағы да басқа сөздерді осылай термелеп тізіп шығады. Сосын бізге жол көрсетеді. Сосын бізге ақыл айтады. Сосын бізден талап сұрайды. Осындай түсініктер сендерде бар ма? Күлкім келеді мен. Қалай бастары жетпейтін ақымақ екенін түсінбеймін. Шын мәнінде осы аталған сөздердің барлығы тәңір дініне тиесілі сөздер. Тәңір діні ілімінің терминдері. Ажыратайық. Біздің тәңірлік Құдай деген сөз исламда Раббы. Аллах, Иллах деген оның есімдері. Тәңірлік періште деген исламда мәлика. Көктен келетін Гавриил ол мәлика. Періште емес. Тәңірлік пайғамбар исламда Расул. Мұхаммед ол Расул. Уахи алған адам. Тәңірлік мұсылман исламда мүмин немесе мүслім. Тәңірлік намаз деген исламда сәлә. 5 уақыт сәләт оқылады. Намаз оқылмайды исламда. Қателесесіңдер. Тәңірлік жаназа исламда сәлә. Исламда жаназа шығарылмайды. Тез жерленеді. Сәләт оқылмай қалса, сол кісінің басында әс-сәләт жасалынады. Тәңірлік тозақ исламда жаһанам. Тоз ақ деген ол клетка туралы әңгіме. Тәңірлік жұмақ исламда жәннат. Жұмақ дегенде клетка туралы. Ол осы жерде болатын оқиға. 7 көктің ар жағында немесе белгісіз бір жерде емес. Тәңірлік құрбандық исламда идалатқа. Ол замандарда арабтар қыздарын жерге жерлеген, идалатқа жасаған. Айырмашылығы жер мен көктей. Тәңірлік ораза исламда зекат. Тәңірлік ауыз бекіту исламда ас-сауым дейді. Тәңірлік айт исламда әл-ғид. Исламистер осыны білмейді дейсің бе? Біледі. Білгенде керемет біледі. Бірақ қазаққа айырымын ешқашан айтпайды. Себебі олар төрге отыру керек. Төрде отыру ол үшін, олар үшін керемет тірлік. Бірақ айтулары керек. Өйткені Ағраф сүресінің 36 аятында. Аяттарымызды өттерікке шығарып, оларға менсіне қарағандар болса, солар жаһаннамдықтар. Онда олар мәңгі бақи қалады деп айтылады. Демек, осы аятта айтылған діни түсініктердің айырымын айтпау, мүміндерді Аллахтың қаһарына ұшыратып, жаһаннамда мәңгілікке қалдырады. Сондықтан амалсыз айтуларым керек. Егер Раббыларының қаһарынан қорқатындар үшін болса, діндердің терминдерінің айырымдарын ажыратып айтуларын керек. Міндетті түрде айтуларын керек. Ал біз тәңіршілер қашан да болса діни сенім түсініктерінің айырымын ажыратып сөйлейміз. Сондықтан міне қазір Құраннан аят келтіріп отырмыз. Исламистер, аятты оқыңдар дағыны, ажыратыңдар деп айтып отырмыз. Діни түсініктерді ажыратып айту тәңіршілер үшін заң. Бұлжытпай орындалатын заң. Бұлжытпай орындалатын ұстам. Себебі әрдінге тиесілі терминде дұрыс пайдаланған кезде ғана қазақтың тәңір іліміне тиесілі, исламға тиесілі
діни сөздердің құндылығына тыныштық орнап қана қоймайды. Әрбір дінге тиесілі сөздер өз дініне нақ қызмет ете бастайды. Діни терминдер мен түсініктерді ажыратып айтылмағандықтан бүгінгі таңда біздің қазақ шатасып Тәңір дін іліміне тиесілі заңдылықтардың барлығын исламдікі деп біліп, дінаралық түсініктердің аражығын ажырата алмай адасып отыр. Қазақ адасып отыр. Тәңір дінінің дүниетанымын исламдікі деп отыр. Сондықтан біз, тәңіршілер, қазақтың дін іздеу жолында құлдырап кетпеу үшін, одан ары құлдырап кетпеу үшін басқа діндер мен ілімдердің бір-бірінен айырымын ажырата білуге үйретіп жатырмыз. Өз дүниетанымын қалыптастырса екен деп жатырмыз. Құдаймен қазақша тіл қатысып, онымен тұтаса өмір сүрудің тәңірлік жолын танып білсе екен деп жатырмыз. Содан кейін барып бақуатты өмір сүріп, ұлағатты өмір сүріп, нағыз қазақ болып, Құдайды тани білсе екен деп жатырмыз. Демек, қазақтың ерекше тілі бар, керемет шежіре тілі бар, өзіне ғана тән тәңірлік діні бар деп жөн айтып отырмыз. Ал бұл тәңіршілер үшін ұлы мақсат. Ал қазақтың білгенінің барлығын надандықтан танитын мүшелерге қазақ білген ақиқатты нығарлап айтпасақ, айтпай үнсіз қалсақ, біз үшін, тәңіршілер үшін ол Құдайдың алдында кешірілмес күнә, қазақ ұлтының алдында ұмытылмас кінә. Әзірге осы, жалғасы бар, күт. Тәңір дін туралы әңгімені енді бастадық. Ажырымдарын ажыратып отырып, қазақтың Құдай іздеу жолындағы ұлағатты дүниетанымын өз орнына қоймасақ болмайды. Әзірге сау болыңдар.